Карантин басталғалы концерттер тоқтап, той домалақ азайып, әншілердің табысы да азайған болса керек. Соған байланысты Тұрсынбек Қабатовты әйелі былай деп оятады екен. Тұрсынбек, ау Тұрсынбек, Қабатов Тұрсынбек, табыс таппай құр босқа жүрсің тек. Әбдіжаппар Әлқожа болса, өзінің кішкентай бауырын жуындырып отырып, жуынудан қашқақтаған оны былай деп жұбатады екен. Ауырған айықсын, саулықты бағала, біреумен сөйлессең, маскасыз қарама, сақтықта қорлық жоқ, өзіңді тазала, сабыннан қашпа сен, осылай болама. Жігіттер тобы карантинге байланысты студиялар жабылып қалған соң үйлерінде WhatsApp пен бейнеқоңырау арқылы репетиция жасап жатыр екен. Бірімізге келіп, біз бір көруге жерікпіз, телефоннан шырқаттық өздігіндерді, масканы мен кигенмін, жабыр қаулы күйдемін, енді қайтем үйдемін, жазығым беді. Сен мен үшін армансың, студияға барған соң, қона жұмыс жасармын ерік өзімде. Нұрболат Абдуллин болса, концертім қайда, карантин бір пәле боп жабысты бойға, бармайтын боп қалдым мен тағы бір тойға, сағынышпенен, жалынышпенен, өткен күндерді аламын ойға. Төреғали Төрәлі болса, өзінің болжанымда деген әнімен қасыңда үнемі жүретін болса, коронавирусқа қарсы емдік қасиеті бар деп Чесноқты жарнамалап жүр екен. Содан келесі бір түсірілімнен кейін үйге келсе, әйелі, «Ту, Чеснок сасып кетіпсің ғой, шығып кетсін бе?» десе, үйдегілердің бәрі, «Иә, шығып кетсін» депті. Завон тобының әншілері азық-түлік таусылып қалады екен деген тақпыртпен үйлерін азық-түлікке толтырып алған адамдарға арнап өлеңдерін былай деп өзгертіпті. Қарақат қара, қара қомық, күріште жатыр әне бір жылдық, бәрі де бәрі қойма жасап алған үйлерін. Хлорлап жатыр үйін улап, сабынмен жатыр бетім булап, міненді мен де сондай күйдемін. Жанар Айжанова үйде отырудан әбден жалғып, құрақ көрпе тігуге кірісіп кетіпті. Көрпе тігіп отырып былай деп әндетеді екен. Жабыққан сәтте қасқағым, жанымды оғар басқа кім, карантин жақсы болды ғой, бір көрпе тігіп тастадым. Міне карантин кезіндегі жұлдыздарды өмірінен қысқаша шолу осылай болып шықты. Осы бейнебаян туралы пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Құрметті көрермен, Қытайдан бастап алып, әлемнің талай еліне тараған осы індет біздің елімізде де сыналап еніп келе жатыр. Сондықтан да аурудың алдын алу, сақтық шараларын жүзеге асыру, осы ауруға тосқауыл қоюдың пәрменді шараларының бірі болып табылады. Шама келгенше үйден шықпауға тырысыңыз. Көшеге шыға қалған жағдайда міндетті түрде бетперде тағыныңыз. Даладан келгеннен кейін қолыңызды сабындап жуыңыз. Жайбырақаттыққа салынып, маған жұға қоймас демеңіз. Сізге жұққан аурудың тек өзіңізге ғана емес, туыстарыңызға, көршілеріңізге, достарыңызға тікелей қауіп төндіретінін есте сақтаңыз. Сол себепті де бұл мәселеге ашқан жауапкершілікпен қараңыз. Карантин басталғалы бері 3-4 күн үйден шықпа деп ақыл айту оңай болғанмен, үйде қамалып отырудың қаншалықты қиын екендігін көрсетті. Соған байланысты үйдегі уақытты мәнді, мағыналы әрі қызықты өткізу бойынша келесі ұсыныстарым бар. Бірінші, жұмысты
өзге де себептерді сылтау етіп араласпай кеткен алыс жақын туыстарыңыз, достарыңызға бейне қоңырау шалып, амандық саулық сұрасып, бет жүздеріңізді көрісіп, жаңалықтармен бөлісіңіз. Бұл сіздің үзіліп қалған байланыстарыңызды қайта қалпына келтіруіңізге мүмкіндік береді. Екінші, әрқайсыңыздың телефондарыңызда, компьютерлеріңізде жиналып қалған фотосуреттер мен бейне жазбалардың мол қоры бар екендігі анық. Соларды сұрыптап, жыл-жылға, ай-айға бөліңіз. Олардың әрқайсысында кімнің, қашан, қандай жағдайларда түсірілгені туралы қысқаша суреттеме жазыңыз. Ол сіздің отбасылық мұрағатыңызға айналып, кейін балаларыңыз, ұрпағыңыз біліп жүретін болады. Үшінші, Word, Excel сияқты кеңсе бағдарламаларын, музыкалық, бейне редакторларды, өзге де күнделікті өмірде қажет болатын бағдарламаларды жүктеп алып, баптауларын жасап, олармен жұмыс жасап үйреніңіз. Интернетте олармен жұмыс жасауды үйрететін бағдарламалар жеткілікті. Бұл сіздің компьютерлік сауаттылығыңызды арттыруыңызға мүмкіндік береді. Төртінші, қазақ ертегілерін, еңлік кебек, айман шолпан пьесалық нұсқаларын жазып алып, отбасы мүшелері арасында рөлдерге бөліп, дайындалып, отбасылық қойылымдар қойыңыздар. Абайдың, өзге де қазақ ақындарының өлеңдерін жатқа айту бойынша байқау ұйымдастырыңыздар. Бұл отбасы мүшелері арасында қарым-қатынасты күшейтіп қана қоймайды, сонымен қатар тәрбиелік мәні зор, әр отбасы мүшесінің рухани дамуына жағдай жасайды. Бесінші, интернеттен түрлі спорттық жаттығуларды қарап қайталаңыз. Остеохондроз, радикулит, тағы басқа аурулармен ауыратын адамдарға арналған арнайы жаттығу түрлері де бар. Соларды қайталаңыздар. Бұл сіздің денсаулығыңызды жақсартуыңызға мүмкіндік береді. Алтыншы, мүмкіндік болса, жұмсақ топ, жұмсақ спорттық құрал жабдықтар сатып алып, немесе қолда бар құралдармен отбасы мүшелері арасында көңілді старттар ұйымдастырыңыздар. Бұл уақытты қызықты өткізіп, көңіл көтеріп, бір мезет серігіп қалуларыңызға мүмкіндік береді. Жетінші, әйел адамдар түрлі кулинарлық бағдарламаларды қарап, жаңа тағам түрлерін әзірлеп, отбасының ас мәзіріне жаңалық енгізе алады. Осы ұсыныстар сіздердің бос уақыттарыңызда тиімді өткізуіңізге септігін тигізеді деп ойлаймын. Осының бәрі сіздердің өздеріңізді жалғыз сезінбей, бір-біріңізге сүйеніш болуыңызға жағдай жасайды деп ойлаймын. Сондықтан да мен біз біргеміз челленджін қолдаймын. Аман сау жүздескенше.